Ашық сабақта қолданылатын әдіс тәсілдер. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен ашық сабақта қолдануға болатын ең үздік деген әдіс тәсілдерді ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қара жәшік әдісі. Қара жәшік дайындалады, сол жәшікке тақырыпқа қатысты сөздер немесе суреттер жасырылынады. Заттың түрлі белгілерін біртіндеп оқиды, жасырын зат табылады. Біреуі үйде, үшеуі қонақта әдісі. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын ашу мақсатында қолданылады. 4 адамнан үй тобына бөлу қажет. Әр топта 1, 2, 3, 4 деп өз нөмерлерін алады. Әрқайсысына тапсырмалар үйлестіріледі. Топ ішінде әр оқушыға нөмерлер беріледі. Белгілі бір уақыттан кейін топтағы оқушылар орнынан тұрып, бірінші нөмердегілер көрші топқа, екінші нөмердегілер үшінші топқа, үшінші нөмердегілер төртінші топқа, төртінші нөмердегілер бірінші топқа жиналады. Қонақтар сұрақ қояды, сосын өз топтарына қайтады. Бірінші, екінші, үшінші нөмердегі үй топтарына кезек-кезек келген қонақтар не үйреніп келгенін айтады. Топ жұмыстарын өзара салыстырады. Қатесін тап. Жұпқа бөліңіз, 3 ұйғарым жазыңыз. Оның біреуі жалған болып табылады. Өз ұйғарымдарыңызды басқа жұпқа беріңіздер. Екінші жұп ұйғарымды оқиды және 3 жұптың қайсысы дұрыс еместігін талқылайды. Тыңдайтын үштіктер әдісі. Оқушылар 3 адамнан топта бірлесіп жұмыс жасайды. Спикер мұғалімнің нұсқаулығы бойынша тақырыпты түсіндіреді немесе проблема туралы өз ойымен бөліседі. Интервьюер мұқият тыңдайды және егжей-тегжейлін анықтау үшін сұрақтар қояды. Хатшы үдерісті бақылайды және спикерге интервьюерге кері байланыс жасайды. Рөлдерді анықтау үшін бірге ойланамыз тәсілін қолданылуы мүмкін. Рөлдерді ауыстыруға болады. Қазір немесе кешіректеу. Коллаж әдісі топпен ұйымдастырылады. Оқушылардың сыни ойлау және коммуникативтік дағдысын дамыту барысында қолданылады. Оқушыларға түрлі түсті суреттер бар журналдар беріледі. Олар журналдардан қиып алған суреттерін флипчартқа жабыстырып, әңгіме құрастырады. Сіздермен болған Әсемнұр. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыз.